жайып саяхатымызды жалғастырамыз. Мұз дәуірінің ең күшті жыртқыштарының бірі смилодонмен танысамыз. Смилодон көбінесе қанжартысты жолбарыс деп аталады. Солтүстік және оңтүстік Америкада мекен еткен қанжартысты мысықтардың әйгілі тұқымы. Жыртқыш, қанжартысты жолбарыс, ең үлкен олжаны аулауға бейімделген алып мысық, керемет күшке ие және пышақтай өткір 17 см азу тістерімен қаруланған бұл алып американдық континенттерде 2 миллионға жуық жылдар бойы үстемдік етті. Ие күшімен аң аулауға бейімделген қанжартысы жолбарысты әлемдегі өте қауіпті хайуанға айналдырды. Кенеттен бұл жыртқыш және бүгінгі дейін жетпей жер бетінен жойылып кетті. Ғылым мен соңғы компьютерлік технологиялар бізге бұл жолбарысты көруге мүмкіндік береді. Бүгін біз бұл қорқынышты жыртқыштың үлкен жақтары мен ұзын тістерінің күшін өлшейміз және олардың толық жойылуына не себеп болды